мына шағатай мемлекеті, яғни Моғолстанның қалай күйрейтінін және бұның территориясы қандай мемлекеттердің құрамына өтіп кететінін қараңыздар. Бұл 1444 жылғы карта. Қазіргі кезде Моғолстанның территориясы ол кездері біздің Жетісу аймағын иеленіп отыр, иә. Сонымен қатар мына жақтағы Шығыс Түркістан жерлерін. Қазір картаны жылжытамын. 1454, 1464. Қараңыздар. Яркент мына аймақтарды жаулап алды, яғни Жаркент. 1474. Қараңыздар. Қазақ хандығы Жетісу жерін құрамына қосып алды. Шағатайлықтарды, яғни Моғолстанды Шығыс Түркістан аймағына жіберді. 1474, 1484, 1494, 1504, 1514, 1524, 1534, 1544, 1554, 1564, 1574. Қараңыздар. Жоқ. Моғолстан дейтін мемлекет жер бетінен жойылып кетті. Жаркенттің құрамына кірді. Өйткені ойраттармен арада күн шайқас болды. Моғолстан елінде былайша айтқанда тыныштық болмады. Ойраттардың жорығы Моғолстанды күйретті әбден. Қазақтардың күшеюі Моғолстан сұлтандарын, Моғолстан төрелерін Шығыс Түркістанға қарай кетуге мәжбүрледі.